Кешкісін қалаға көп шықпаймыз, қалаға шықсақ кешкісін ғана шығамыз деп орнатып қайтып кетеміз. Тура үйге келген дұрыс. Бегали үйге кеп қонып жатып, сосын ертесінде асықпай кетіп қалады ғой. Компьютерін алып. Дөкей неменей? Қуыршақ па, қоншық па? Өздерінің символдары сондай ма? Символдары. Өткені чемпионат мирадан осыны дейсіз? Ассалаумалейкум ағайындар. Мен Катардамын. Катардың халықаралық әуежайында. Келесі рейске дейін менде 12 сағат, сондықтан міне қараңыздар. Еденде жатырмын ше, мысалы жатырып. Ешкім ештеме деп атқан жоқ. Бізде мысалы, бізде Астанада Алматы былай жатсаң, теуіп шығарады ғой. Там бұл жақта олай емес. Жата берсең болады. Міне қараңыздар. Адамдар, жаңағы қызметкерлер келіп жатыр. Ешкім ештеме деп айтып атқан жоқ. Сол, кино көріп. Еще бұл жерде бір рахат, Стамбулдағыдай емес. Wi-Fi бір рет қосыласың болды. 24 сағат тұра береді ғой. Стамбул 30 минуттан үзіліп қалды, одан кейін ақылы болып кетеді. Ондай емес екен. Еще барлық жағдай жасалған. Намазхана, дәретхана, су ішетін жер, фастфуд, KFC, мипси бәрі бар екен. Және KFC-ге барып тамақтанып алдым. Енді сол рейсін күтіп жатырмын десең. Маған Катардың әуежайында екі нәрсе ұнады. Біріншісі тегін Wi-Fi 24 сағат. Түркиядағы, Стамбулдағы сияқты емес. 30 минуттан өшіп қалды, 30 минуттан сатып алу керек. Екінші, міне, мынандай кез келген жерде жата берсең болады. Ұйықтап, демалып. Мен самолетім әлі шамамен 10-11 сағат бар. Соны былай жатып демалуға болады.
Майамидің халықаралық әуежайында тұрмын. Күн деген қапырық. Қазір күтіп тұр мен бір баланы, сонымен кете қоямыз ғой. Еділбай тұқымынан екеу тұр. Жәнуарларымыз. Miami downtown. Украинстар сондай бір оңбағанда бар екен расымен. Мен сам шоке жаспайды. Пендеровец дейсің ба? Не деп бар ғой, братты бада. Пендеровец деп істеді ғой. Бека жіберейін қазір ішін аштып. Ассалаумағалейкум, Бека, қалай жағдай? Мен міне Америкаға келдім, сен боқсасып қалдың атасың. Бұл істеп кетеді, нормально. Бір ай тұрады. Бір айда бір кешқа, енді 15 доллар ғой пайдема кешқа. Мына жақта именно Майамида. Майами базар жоқ, таза қала кетеді. Нью-Йорктың шет жақтарына барсаң таласың ғой. Иә, көп айтады Майами. Калифорнияда әдемі. Майами енді базар жоқ, таза екен. Сосын жарық қала ғой. Алдында түнде келіп түстім ғой. Жарық болып тұр. Және күндіз келсе мен қаланың сұлулығына таң қалдым. Бәрі бір сызықпен салынған кәдімгі. Бірақ та шумахерлер көп бұнда. Жаман болды. Даңғойлар көп, иә. Праваны ерте алады уже тапсырған кезде. Бұлар да мектептен бастап оқытады емес пе? 16 неше? 15 дедім, 16 береді. Бере-бере, өйткені мектептен кішкентай кезден бастап сабақ сияқты болып кіреді ғой. Мен өзім барып тапсырдым. 10 жылға берді ғой. Все, Майамидегі пәтер үйлер міне. Мына жақта. Мынау енді жаңа мұхиттан келіп тұрған сулар емес па, иә? Мынаны айтамын. Мынау типа канал сияқты ма мынау сонда? Иә, типа как канал сияқты міне. Видишь, потихоньку. Біз жағаға келеді не? Осы атылшысынан жағаға келеді. Бағана біз үстінен өттік қой дейм, өтірік айтам ба? Осындай жерде болды. Осындай... Сотканы білдерді. Şimdi direğinde koydur. Ne bileyim ya? Viza mı? Bala gezinden oylağasın o nelerse. Sürüp götürmeyin sen. Evet. Limited ekan. Өткізіп жібердің ба, не істедің? Қайда, өздеріне ма компанияның? Иә, алған. Сен ана неңді алып шыққан жоқсың ба?
Көпірі. Жаңа тазалығын қарашы қаланы. Зал, кухня, студия. Ана жерде бір жатын бөлме, ана туалет болады. Балконды қараңыздар енді. Junk food. Сонымен біздің Америкаға саяхатымыз жалғасуда. Алабама штатына келдік, міне. Бургер Кингке келіп. Вегетарианский бір бургер жеп алып, жолға шығамыз ба деп жатырмыз. Қараңыздаршы, қандай керемет. Флоридадан Алабама штатына өттік қазір. Бургер Кинг ішіндеміз. Мына вегетарианский бургер, иә? Да. Вегетарианский бургер, 2 бургер, 2 френч фрайс, сосын кола. Барлық $25. Клуб аноним қалып жатыр. Сен бар ғой, мен блогымның несі болатын болдым. Жұлдызы болатын болдым. Окей. Так, торейчики, тойып жейікшіміз. Торейчик сияқты деймісің ба? Торейчик сияқты тойып жейік өсі. Міне, біз кеп тұрақтайын деп жатқан қонақ үй. На халебу. Чубачып пішсесің, Ассалаумалейкум ағайындар, біз мына қонақ үйді онлайн брондағанда орын болған. Сөйтіп ақшасын алып алды, келсек орын жоқ дейді. Сөйтіп ерегесіп сонымен не болса да орын жоқ, сонымен біз міне кіре берсін ұйықтап жатырмыз. Сондай қызық жағдай болды. 4 сағат ұйықтадым, көз басым ісіп кетті. Сондай да қызық қателіктер болады екен Америкада. Былай енді әдемі қонақ үй. Біз мына қонақ үйден Ла Куинта деген. Қараңыздар. Қонақ үйді брондап төлеп сап, келсек орын жоқ. Боқсас қап, мен ішінде жаттым. Барқамыре, машинада қона. Боғымен қапты. Таңғы сағат 6 бізде. Ой, Алла. Сөйтіп боқсасып қалдық. Жарайды енді, Америкада қызықтар осылай болып отыр. Бірақ далада жаз еді, гүл жайнап тұр ғой шетір. Қазақстаннан 2800 теңге алған тапшыкен мен періп жүрміз десе. Білейін, машиналар. Қаланың тазалық сондай. Машиналар жылтырап тұрады, кірлеу қандай. Біздегі сияқты шаң болу, анау мынау деген әңгіме жоқ. Жайнап тұр бүкіл. Тап-таза. Қараңыздаршы, керемет емес па. Бәрібірсінің артынан бір қайыр бар деп сонымен береді. Далада қалсақ та кегін жеп жатырмыз. Чайкаға кетіп жатырмыздар. Бұны ұлы дала шағаласын арқан деген. Шағаладан қан деген. Міне, айнадан көрсетейін. Тоя шағаласы деген рөлі дейсің. Ол жалысы. Ох, шіркін ай. Мофи. Бетін көбіп кетпейді отыр.
Асып көреді қой, не болса. Соны айтам атасың. Ал асып болсын дана. Еш как торайчик. Торайчик жеп. Сонымен далада қалсақ та бізге тегін ас, таңғы ас. Амал жоқ енді, осындай ғана жейміз өйткені. Ана жерде торайдың еті бар, оны жей алмаймыз, халал емес болған соң. Басқасы керемет енді. Миссисипи өзені. Айна жарылқылан әйнектің бит тұрып тұрған айбайсың еш. Ай. Басқасы көп болды. Луизиана. Все. Миссисипиден Луизианаға өттік. Луизиана штаты. Әдемі штат Луизиана. Ну, жыныс тоғай. Ішіне кірсең жоғалып кетесің. Табиғат берген әкелеміз. Ал ағайындар, 330 шақырым жүріп келдік пе? Міне, халал тамақ жейтін Техаста атақты халал асханаға келдік. Не деген таз. Таз емес, таз. Димастың әс деймін. Димас естен келдік. Кәмірі әкең аусы бейнай. Қазақтың арманы ғой шыққан. Сол. Келдік баған әлем. Ай. Қазір ішіне кіріп көрсетеміз. Мен де алайын ба? Ал осы. Қазір. Ананас бар екен әлі. Айошқа беруге қарна. Салғайсың. Не бұл тамақтар бар? Ау. Жейм, сал. Сұм қалай есіп дейді? Шведский стол ма? Нет. Шведский стол. Как торайчики тойпчик дедіңіз. Как стол мұны торайчик? Тамақтың түрі бар. Ё-майо. Білгеніміз істеп бәрін салып алдық. Қанша есең де өт, жарылғанша есең де өт. Адам толып отыр ғой. Біздің торайчик. Ұрып атыр. Нұрғыт айтпақ. Жейм мен, жейм. Бәрін жейм. Как торайчики жейсің ба? Жақсы ма екен? Ет бар, кола бар, рефил бар. Ау. Керемет. Неше күн тамақ ішпедің ме? Неше күн тамақ ішпедің? Сатадан кейін өтіп жетік көзі. Эльхамдулилля. Димасис деген, керемет деген. Қанша төледің бір адамға? 25 доллар төлеп, жарылғанша жедік. Техаста күн жанып тұр. Мұна ботқа жарқан деген. Ана біздің саяхаттап жүрген мәшінеміз. Алаң болыңыздар ағайындар. Тағы да видеолар болады Алла қаласа. Мәшінелердің тазасына жүрген.
Техастамыз. Қандай қала екен білмеймін. Жанармай толтыруға келдік. Біздің красавица. Нью-Мексико штатында қонақ үйдеміз. Қандай еді қонақ үйдеміз? Қонақ үйде таңғы асымызды ішіп отырғанымыз жайымыз бар енді. Ой, шіркіні. Нью-Мексико штатындамыз, Алла қаласа. Керемет саяхаттап жүрміз енді. Мынандай бір қонақ үйге қонып таңғы асымызды ішіп алдық енді. Қазір үйге қарай тартамыз. Әлде 1200-1300 километр. Алматы мен Астананың ортасында жер қалды енді, Алла қаласа. Сосын бұйыртса Калифорниямызға жетеміз, Алла қаласа. Асықпай әдемі жүріп, ел жер көріп дегендей. Астанадан кеткеніме бүгін дәл бір апта болды. Біраз елді басып, біраз штатты басып келатырмыз. Quality деген қонақ үй ғой. Мынау Нью-Мексико деген негізі шөлейттеу штат. Қызылорданың жеріне ұқсайды табиғат. Нью-Мексико қараңыздар, ана жерде тауды қараңыздар. Ё-майё. Ой, Ереке, ассалаумалейкум. Ерболжан естімей жатыр, мен жолдамын. Америкада мынандай көп машиналерде әйел адамдар жүреді. Мысалы, мына кісі келе жатқан әйел осы машинаны жүргізеді. Жалпы осы машиналерде жүргізіп жүрген біздің қазақтың қыздар да бар. Үлкен тракторды айдап жұмыс істеп ақша жүрген. Қараңыздар. Бұл арнайы осындай үлкен машиналар жанармай құятын бекет. Лавыз деп аталады. Не деген әдемілік айна. Ё-майё. Америка майдың айтшы. Жолды қараңыздар ба? Таулар бар. Деген әдемілік мынау. Маңғыстау сияқты ғой мынау. Боз немене дейді? Боқтаумен сол емес па? Және қалаңшы Қызылорда сияқты болған. Енді міне Ақтау болды ғой. Мексика. Қыркүйектің 10-ы. Ертең Дикан туған күні десе. Дика бауырым, туған күні құтты болсын. 38 жасың құтты болсын. Саған міне жаңа Мексикадан жалынды сәлем Дикегеніз. Дархан екеуміздің атымыздан. Бақытты бол айналайын. Жағың түспей жамандық көрме. We love you! Әйнекті жұп алған маңдай жасы болған әкейін. Сол ғой. Активный саған. Жұбайсың мен. Америкаға келіп тапсып жүргенде деген сияқты болды.
Енді осындай сақпасақ болады да Инстаграм халявы. Нью-Мексико штатында Галап деген керемет қалаға келдік. Ал қараңыз. Ай, huele tanto. Ақкөл деген қала ұқсайды екен ол. Дәл осы сияқты жер бар Ақкөл. Ақмоланың Ақкөлі. Нью-Мексикадағы Галап деген қаладағы дүкен. Бұл қалада нағыз байырғы америкалықтар, яғни үндістер тұратын қала. Үндістер жүр мына жерде. Шаштар ұзын-ұзын, байыр халық қой. Мына жерде иттің тамағы, мысықтың тамағы. Бүкіл жағдайын істеп сандырсын. Менің темам сенсің. Гүл болып тұр екен. Авокадо алмайсың бе? Sen жақсы көрші авокадо. Жек қойды ғой қуаныштық. Жейін болса. Ох, картошкаларды қарайсың. Қызыл, жасыл. Ақпияз көрдіңіздер ме мынандай? Ақпияз. Ақпиязды қара. Ох, маринад қараңыздаршы. Аласында жейсің. Американдар сонда жалқау болады екенсің. Мынаны шек тура салып қойған. Біз сияқтыларға арналған екен. Бітеуде ұштатын. Кастрюльдер. Одноразовый ыдыстар. Енді мында табиғи сусындардың шығындарын түр-түр тұрмын. Пішнейлер.
Qanday әдемі işte. Вижу, ты кретин. А? Nature. Cloud. Yeah, up close. Alton Hesse. Where are you from? Қазақстанда күн салқындап кетті, ал бізде жаз. Қараңыздар. Сапырып орасындай болады. Кәдімгі пішінай ғой мынау. $6 $5. Американың аспаны көк, шөбі жасыл, бассейн тұнық деген осы рас екен,